Арт пирожный голубиканы дайындау жолын көрсетемін. Ең алдымен мусс дайындау керек. Сиырдан жасалған желатинді салқын суға салып, бұқтырып, қатты ысытылған сүтке саламыз, ерітеміз, үстінен ақ шоколадты қосып, барлығын жақсап ерітеміз. Енді 33% сливкиді миксермен араластырып, үстінен творожный сырды қосып, әдемі масса дайындаймыз. Сосын ерітілген шоколад және желатинді қосып, барлығын жақсап миксерлеп, кондитерлік қапқа саламыз. Бізде мусс дайын. Ары қарай начинка дайындау керек. Голубикаға бір ас қасық кукуруз крахмалы және дәміне қарай қантты қосып, жақсап қайнатып, сосын блендермен езіп аласыз. Начинканы полусфера формаға салып, бір түнге морозилкаға қатуға жібересіз. Қатқаннан кейін екі жартыны бір домалақ қып жабыстырып, осылай начинканы дайындайсыз. Ары қарай муссты дайындаймыз. Формаға муссты саласыз, ортасына начинка, тағы мусс, сосын біркелкі болу үшін форманы ұрасыз, морозилкаға 10-12 сағатқа жібересіз. Қатқаннан кейін ганаш дайындаймыз. Ақ шоколад және какао масланы микроволновкада импульспен ерітесіз. Жирорастворимый красительді қосып, блендерді сол краситель тұрған жерден алмай, бір орында араластырып, осылай бояйсыз. Морозилкадан шыққан муссты бірден шоколадқа батырып, тез-тез жұмыс жасау керек. Себебі какао масло өте тез қатады. Барлығын жасап болғаннан кейін муссты міндетті түрде холодильникте разморозка жасаңыз. Егер бөлме температурасында жібітетін болсаңыз, сыртының барлығы суланып кетеді. Толық рецепт описанияда, сол жаққа қарап жазсаңыз болады.